Мұқалип KZ медиа порталы Раббымыз айтады: Алла жақсы көруші, яғни бізге махаббатын көрсетуші. Өзінің құлдарына өзінен тікелей жіберген құдси хадисінде тура жолды нұсқап, Алла тағала былай деп айтады: Ей адам баласы, билік иелерінен қорықпа. Менің билігім бар кезде. Ал менің билігім еш уақытта тоқтамайды. Ей адам баласы, ризықтың жетпей қалуынан қорықпа. Менің қазынам толы емес пе? Ал менің қазынам еш уақытта таусылмайды. Ей адам баласы, мен сені құлшылық үшін жараттым. Ендеше өміріңді босқа өткізбе. Мен саған ризығыңды сақтап дайындап қойдым, ендеше өзіңді босқа шаршатпа. Дұрыс түсінбей қалмаңыздар, бұл жерде дененің шаршауы емес, уайым мен жүректің шаршауын айтады. Дене жұмыс жасайды, ал жүрек Аллаға тәуекел етеді. Денелер жұмыс жасайды, ал жүрек тәуекел етеді. Мен сені құлшылық үшін жаратқан болсам, өміріңді босқа өткізбе. Мен саған ризығыңды сақтап қойдым, ендеше өзіңді босқа шаршатпа. Үстемдігіммен, ұлылығыммен ант етейін. Саған бөліп берген нәрселеріме шүкір қылсаң, сенің жүрегіңе тыныштық беремін. Және алдымда мақтаулы боласың. Ал егер бөліп берген ризығыма разы болмасаң, ұлылығыммен, үстемдігіммен ант етейін. Мен саған мал дүниені әбігер етіп қоямын. Ал сен жер бетінде ентіккен жануардай шапқылайтын боласың. Бірақ соңында бәрібір менің саған үлестіргенімнен артығын ала алмайсың. Ей адам баласы, мен аспандар мен жерді жараттым. Бұл мен үшін түкке тұрмайды. Сені бір үзік нанмен қамтамасыз ету маған қиын болсын ба? Ей адам баласы, менен ертеңгі күніңнің ризығын сұрама. Мен сенен ертеңгі күніңнің құлшылығын талап етпегенімдей. Ей адам баласы, мен сені жақсы көремін. Басында айтқан махаббат сөздерге қайтып жатырмыз. Сені жақсы көремін. Менің оған хақым бар. Ендеше сен де маған сүйікті болсаңшы.